Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ырымдап қойылған есімдер. Грамматикалық тақырыбымыз барлық, бәрі есімдіктері. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ежелгі, есте сақтау, қос, құрастырушы, ауыстыру, ғылым, деп ойлау, әріп, жапондық, жүз жасасын. Грамматикалық тақырыбымыз барлық, бәрі есімдіктері. Жалпылау есімдіктері екі немесе одан да көп заттар мен құбылыстарды біріктіре жинақтай айту үшін қолданылатын сөздер. Жалпылау есімдіктері бәрі, барлық, барша, бар, бүкіл, бүтін, бүкіл, түгел. Олар жіктелмейді. Мысалы, бұл кинотеатрда барлық фильмдер қазақ тілінде өтеді. Бұл кинотеатрда фильмдердің бәрі қазақ тілінде өтеді. Біз бәріміз тауға шығамыз. Біз барлығымыз қазақша сөйлейміз. Тәуелденіп барып септеледі. Атау септігі барлығы, бәрі, түгелі. Ілік септігі барлығының, бәрінің, түгелінің. Барыс септігі барлығына, бәріне, түгеліне. Табыс септігі барлығын, бәрін, түгелін. Жатыс септігі барлығында, бәрінде, түгелінде. Шығыс септігі барлығынан, бәрінен, түгелінен. Көмектес септігі барлығымен, бәрімен, түгелімен. Сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Оқыңыз. Қызықты ақпараттар. Егер қазақ отбасында қыз туылса, келесі бала ұл болсын деген үмітпен сәбиге мынандай есімдер қойылады. Ұл болсын, ұлжан, ұлбала, жаңыл, тойдық, дәметкен, қыз тумас, адасай. Осы ырыммен байланысты түрік халқында қыз балаға ер бала есімі беріледі екен. Жапондықтардың есімі мен тегінің үйлесуі күрделі ғылым болып есептеледі. Бұл мемлекетте есімдердің арнайы тізімі бар. Ол 2000-нан астам иероглифтен құрылған. Қазірде сәбилердің ата-аналары есім құрастырушылардан арнайы есім сұрап барады. Бір қызығы, бір ауыл тұрғындарының аттары қайталанбайды. Әлемдегі ең ұзын есім иесі Үндістанда тұрады. Қысқа есімі Брахматма. Ол өз-өзіне жаңа есім құрастырған. Оның атын есте сақтау мүмкін емес. Есімін айту үшін 10 минуттан астам уақыт керек. Ол 1478 әріптен тұрады. Атақты адамдардың аттарынан, тарихи орындарынан құрастырылған. Британияда дүниеге келген барлық сәбиге 2 есім қойылады. Бірінші және ортаңғы есім. Сәбиге қос есім беру бұрыннан келе жатқан ағылшындардың дәстүрі. Кейде бірнеше ортаңғы есімде беріледі. Бірақ әдетте 4 есімнен аспайды.
Чарльз Филипп Артур Джордж, Анна Элизабет Алиса Луиза. Ежелгі римдіктердің 70-ке жуық есімі болған. Олардың ішінен 20-сы ғана қолданылған. Қағазға жазғанда 1-3 әріпке дейін қысқарған. Мысалы, Публий есімі П деп қысқартылған. Себебі П-дан басталатын басқа есім болмаған. Сұрақтарға ауызша жауап беріңіз. Ұлбосын есімінің қыз балаға қойылу себебі туралы сіздің ойыңыз. Сіздің ойыңызша, түрік халқында қыз балаға ұлдың атын не үшін қояды? Жапондықтардың ат қоюға қатысты қандай дәстүрі бар? Сіз жапон ауылдарында есімдер қайталанбайтыны туралы не ойлайсыз? Ежелгі Римде неге есімдерді бір әріпке дейін қысқартқан? Барлық бәрі есімдігін қолданып, сұрақтарға жауап беріңіз. Тексеріңіз. Жауаптардың дұрыс бұрыстығын белгілеңіз. Тексеріңіз. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы: аты затына сай тақырыбында әңгіме жазыңыз. Сау болыңыздар.